Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қысқа мезгілде ашып жейтін сацевели салатын жасап көрсететін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайктарыңызбен қолдау білдіріп, комментарияға жақсы пікірлеріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Салатқа керегі осындай үлкен етті қызыл қызанақ керек және болгар бұрышы керек. Барлығын жуып тазалап дайындап аламыз. Одан кейін керегі бізге сарымсақ, әрі сәбіз, укроп және ащы болгар бұрышы керек болады. Барлығын жуып дайындап аламыз. Барлық дайын таза көкөністерді осылай ет тартқыштан тартып, түгелін турап дайындап аламыз. Одан кейін салатымызды пісіретін кеңірек ыдысымызға қызанақты, сәбізді және бұрышты, ащы бұрышты салып, барлығын жақсылап араластырып отқа қоямыз. Бұл жерде сарымсақ пен көк шөпті ғана артынан қосатын боламыз. Міне енді отқа қойып алған соң дәміне қарай тұзын саламыз, қантын саламыз. Қант салғанымыз дұрысырақ болады, өйткені қант қызанақтың ащысын басатын болады. Ары қарай майын қосатын боламыз. Егер де сіздер қазанға пісіретін болсаңыздар, бірінші кезекте майын қыздырып барып, артынан салатын құйып қуыратын боласыздар. Менде эмалированный кастрюль болғандықтан осылай майын үстінен құйдым. Енді салатымыз осылай отта қайнап тұрғанда банкаларымызды дайындайтын боламыз. Мен банканы стерилизовать етпеймін, тек үстіне қатты қайнаған су құйып, стерилизовать еткен крышкасын үстіне жауып қоятын боламыз. Міне құрметті көрермен, құрметті ханымдар, салатымыз қайнап пісуіне 10-15 минуттай аз уақыт қалғанда ет тартқыштан тартып дайындап қойған сарымсағымызды қосатын боламыз. Сарымсағымызды салып салатымызға сарымсақ біркелкі ішінде араласқанша араластырып аламыз. Одан кейін сақтап тұрап алған көк шөбімізді қосатын боламыз. Әркімнің қалауы бойынша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Әркімнің қалауы бойынша осылай жақсылап барлығын араластырып аламыз. Отта 10-15 минуттай қайнататын боламыз. Міне осылай салатымыз қоюланады. Одан кейін оттан түсіріп, банкаларымызға шетінен құя беретін боламыз. Міне осылай құрметті қыздар, алдын ала дайындап алған банкілерімізге шетінен салатымызды құя беретін боламыз. Осындай лейкалы болса, тіптен тамаша, салатымыз жан-жағына шашырамай, әрі тез құятын боламыз. Салатымызды банкымыздың бетіне толтыра құйыңыздар. Менде осы рецепт бойынша жасағанымда 12 литр салат шықты. Қанша қызанақ кеткенін барлығын описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жақтан қарап көріп жасасаңыздар болады. Құрметті көрермен, менің каналымда басқа да түрлі рецепттер бар, таныссаңыздар болады. Әрі осы қысқа дайындайтын қиярдың әрі помидордың жабу әдісімен бөліскемін. Соны көріп бағалап жіберулеріңізді сұраймын. Енді біз әр банкымызды салатқа толтырып алғаннан кейін әрбір литр банкіге бір тал аспириннен салып шығатын боламыз. Міне енді ары қарай арнайы қақпақ жапқышпенен банкаларымызды жауып берсек болады. Міне құрметті ханымдар, енді барлық банкілеріміздің қақпағын жауып алғаннан кейін арнайы осындай тегіс жерге одеял немесе орамал төсеп, барлық банкілерімізді төңкеріп, бетін жылылап жауып, бір тәулікке
қойып қоясыздар. Бір тәулік өткеннен кейін алып, салқын жерге салатымызды сақтап қоюға болады. Міне құрметті көрермен, сацевили салатымен бөліскен сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау білдіріп, комментарияға жақсы пікіріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше.